Елімізде интернет кеңістігі дамыған тұста әсіресе жастардың жат ағымның жетегінде еріп кету қаупі бар. Сақтансаң сақтайды. Әлбетте бұл мәселені бірден жою мүмкін емес. Алайда әрекет жасап, кері бағыттың алдын алу үшін жұмыстар жасалынып жатыр. Бүгін Дін істер басқармасының ұйымдастыруымен облыстық семинар өткізілді. Бас қосқан жиында қандай маңызды мәселелер талқыға түсті? Біздің тілшіміз біліп қайтқан болады. Өзге ағымның жетегінде діни білімі аз немесе интернетті жиі отыратын жастар кіреді дейді семинарға қатысқан мамандар. Оның болдырмаудың алманын іздеген діни істер басқарма өкілдері әр 90 сайын облыстық жиын өткізіп отырады. Оның мақсаты да бар айтуларынша. Бізде осы облыс бойынша 90 сайын осындай семинарларды өткізіп тұрамыз. Бұл семинардың басты мақсаты қазір саналуын өзгерген заманда интернет кеңістігінде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, яғни теріс ағымдардың материалдары шыққан кезде соларға қарсы қою материалдарын жариялаудың әдіс тәсілдері және де оны тұрғындардың назарына ұсына білудің тәсілдері үйретіледі бүгінгі семинарда. Ақпараттың дамыған заманда дін істер басқарма өкілдері де білімдерін толықтырып отырады екен. Біз әр семинарға келген сайын жаңа бағыт алып, жаңа ақпар алып, өзімізді ақпараттық түрде қаруландырып отырамыз. Енді ақпаратты тоғыз көз, тор көз сауытқып алмасаңыз, қазір қиын. Расымен қазіргі таңда жат ағым өкілдері сайт ашып елге жария қылмайды, керісінше әр адамның жекесіне шығуды әдіс қылып алған. Сондықтан мамандарға қиындық туғызатын мәселелер баршылық. Бұлардың енді бір басынша, бұлар өзі бір жылан сияқты, бір басын шапсаң, екінші басқа бір жерден шығып жатады. Өйткені қазір әлеуметтік желілерге нақты қалқан орнату дәл қазір сәтте мүмкін емес. Өйткені олар қазір сайтпен жұмыс жасамайды. Бұрында сайтпен жұмыс жасаса, оны бұғаттау оңай. Олар әлеуметтік желіде тікелей өздері отырғаннан кейін, ол сіз барып біреудің жеке парақшасын жайдан-жай бұғаттай алмайсыз. Ал сол кезде қаншама адаммен достасып, әрекет жасап үлгереді. Олар қазір тікелей адамдармен жұмыс жасап жатыр. Сондықтан діни тұрғыда жіберілген видео бейнелер мен хабарландыруларды таратуда абай болыңыздар. Оны білместікпен таратудың алдында тексеріп алуға мамандар кеңес береді. Ал интернет желісінде жат ағымның бағытын насихаттаған тұлға қатаң жазаланатынын естен шығармауымыз тиіс. Аймас Ағатай, Мұрат Төкенов, Арайлым Нұрланқызы, Сарыарқа телеарнасы.